Сәлем достар, бүгін сіздермен сочный, дәмді әрі жұмсақ болып шығатын балықтан жасалған котлеттің рецептімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп алыңыз. Нанның жұмсақ жерін ыдысымызға саламыз. Үстіне жылы сүт құямыз. Және қасықтың көмегімен сүтке батырып шығамыз. Бір орташа келген самсақты ұсақтап тураймыз. Бізге құйрық май немесе іш май қажет болады. Біраз бөлшегін ұсақтап турап аласыздар. Қызып тұрған табамызға біраз май құйып, үстіне жайнағы сарымсақтарды салып, қуырып аламыз. Шұңғылдау келген ыдысымызға нанды саламыз. Сарымсақты саламыз. Балықтың фаршын саламыз. Және туралған майымызды салып, үстіне бір жұмыртқа, дәміне қарай қара бұрыш, тұз салып, барлығын қолымыздың көмегімен біркелкі болғанға дейін араластырып шығамыз. Осындай біркелкі әдемі масса шығады. Енді осыдан өзіңіздің қалауыңызша қандай форма ұнайды, сондай формада котлеттеріңізді жасап шығасыздар. Қызып тұрған табаға біраз май құйып, панировочный сухариға аунатып, екі жақ шеті қызарғанға дейін қуырып аласыздар. Астына біраз су құйып, қақпағын жауып, 5-10 минут бұқтырып аласыздар. Осылай сочный болып шығады. Ас болсын.